Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз әдеттегідей өздеріңмен диктант жазуды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз тары. Мен сендерге қазір мәтінді толық оқып беремін. Одан кейін жеке-жеке әрбір сөйлемге тоқталып, диктант жазатын боламыз. Олай болатын болса, ыңғайланып отырып, қаламсаптарыңды дайындап, мұқият тыңдаңдар. Тары. Тары астық тұқымдастарына жататын бір жылдық өсімдік. Сабағының биіктігі 100 сантиметрге дейін барады. Өзі күнді көп қажет етеді. Қуаңшылыққа төзімді. Сондықтан жылы аймақтарда өсіріледі. Тары арпа мен бидай секілді ертеден келе жатқан дәнді дақыл. Қауызынан тазартылып және ақталған тарыны сөк деп атайды. Одан түрлі тағам жасалады. Тарыдан жасалған тамақ аса жұғымды және қуатты келеді. Міне балалар, диктанттың жалпы мәтіні осы. Енді азат жолдан бастап, диктантымызды жазып бастаймыз. Мен бірінші сөйлемді оқимын, мұқият тыңдап, қатесіз жазуға тырысайық. Тары астық тұқымдасына жататын бір жылдық өсімдік. Тары астық тұқымдастарына жататын бір жылдық өсімдік. Сабағының биіктігі 100 сантиметрге дейін барады. Келесі сөйлем. Өзі күнді көп қажет етеді. Қуаңшылыққа төзімді. Сондықтан жылы аймақтарда өсіріледі. Тары арпа мен бидай секілді ертеден келе жатқан дәнді дақыл. Келесі сөйлем. Қауызынан тазартылып және ақталған тарыны сөк деп атайды. Одан
түрлі тағам жасалады. Тарыдан жасалған тамақ аса жұғымды және қуатты келеді. Міне балалар, біздің бүгінгі диктантымыз осымен аяқталды. Жазған диктанттарыңды асықпай оқып, өздеріңнің қателеріңді тауып, өздерің бағалаңдар. Сапалы, қатесіз, таза, сауатты диктант жазды деген ойдамын. Қош, сау болыңдар балалар.